Еліміз тәуелсіздігін алып, егеменді ел атанғаннан бері басымызды біріктірген тұңғыш елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев. Бүгінде елбасының сарабдал саясатының арқасында Қазақстан еліміз гүлденіп даму үстінде. Бірнеше жыл қатарынан қазақстандықта 1 желтоқсанда еліміздің тұңғыш президенті күні деп атауды дәстүрге айналдырды. Өңірімізде спорт саласы жылдан жылға даму үстінде. Оның дәлелі ретінде мереке күні есігін айқара ашқан жабық хоккей алаңы. Алаңның ашылуына Петропавл қаласының әкімі Марат Тасмағамбетов қатысып, спортшыларды құттықтады. Елбасының салиқалы саясатының арқасында экономика, әлеуметтік саласы дамып келеді. Саламатты өмір салтын насихаттап, халықты спортқа тарту басты міндетіміз. Шаһар басшысы Марат Тасмағамбетов облыс әкімі Ерік Сұлтановтың атынан жас хоккейшілерге ойын формаларын табыстады. Ал спортшылар өз кезегінде Марат Тасмағамбетовке хоккей таяқшасын естелікке сыйлады. Еліміздің тұңғыш президенті күніне орай жасөспірімдер арасында алтын шайба облыстық чемпионаты да жаңа хоккей алаңында бастау алды. Біздің басты мақсатымыз осы турнирде жеңіске жету, ол үшін күнделікті дайындалып жүрміз. Жаңа алаңда ойын өте тартысты өтеді деген сенімдемін. Дәл осы күні қысқы спорттық кезеңде ашылды. Қарасай стадионында шаңғы тебуді жаны сүйетіндер үшін арнайы жолдар жасалған. Енді бұл жерде коньки теуіп қана қоймай, шаңғымен жүру де қарастырылып отыр. Количество занимающихся спортом. Вот если в прошлом году у нас облысымызда жылдан жылға спортпен шұғылданушылар саны көбеюде. Мысалы, өткен жылы хоккей ойындарына 10 команда қатысса, биылғы жылы 12 команда қатысып отыр. Ал алтын шайба ойындарына 8 команда, ал биылғы жылы 10 команда қатысып отыр. Сонымен қатар өңірімізде футболда өте жақсы дамып отыр. Тұңғыш президент күні ашылған жабық хоккей алаңы коньки тебушілерді де қабылдайды. Жалпы өңірімізде мықты деген спортшыларды дайындауға барлық жағдай жасалған. Жақында ғана ашылған спорт сарайы бүгінде барлық қала тұрғындарының сүйікті орнына айналды. Сонымен қатар 29 футбол алаңы және 15 хоккей алаңы спортшылар үшін жұмыс жасауда.